Birden skoriyi çakırılmayız koy. Ama ne kalsa biz dayı verimse rahat yuhtaptır. Sosun barıp turgan sonra temperatura bitsin skoriyi çakıramız. Kadişa yuhtat Türkiye. Türkiye ma buralar. Все, Казменька, сплетна кипится, где-то дырочки. Sen gaz kışkın yıktap dur, sosun var temperatürün kutusu, skoli şakıramız. Dereydi, bize жүрмейсің, ана бөлмеге апарайын газ, грипп шығады мисаға газ, телефон беріп бар. Жүр. Не болды? Болды, болмайды газ, скорый шақыру керек. Сәлеметсіз бе? Я скорый шақырайын деп. Менің анам кетқанымен сіңілім қалды. 5 жаста сіңілім 5 минутта боламыз, аха. Қазір мистер положение жіберем. Я, болды, түсіндім. Кішкене шыдай тұр, қазір докторлар келеді. Хатизан, жүрші, сен ол жақтан шықпа. Жоқса мен әбіржеймін сендермен, жүріңдер. Ой, сәлеметсіз. Ой, мен сіңілім ауырып жатыр. Қане, көрсетіңізші. Температура жетіп тұрмыз. Мен саркасын алып беріңіз көрейін. Kız sütüne vermiş. Siz точно doktorsuz var. Ya. Ütüp benim sınırımı ütüp daha uz көтермеңіз. Hazal bir tamam diyeceğim. Siz bana kıza karayısız mı? Yok. Sonunda da karab жүру керексіз ғой? Так, тоқтай тұрыңыз. Сіз неге айтып, правда? Неге сіз менің қызыма бірден келіп, таман кесесіз, неге қол саласыз? Мен сізге сенбеймін. Жоқ? Мұнда мен сізге өзімнің қолына да салған дәріні берейін. Мен. Сіз точно жазыламыз ба? Я сіздер семьяңызбен ауырып жатады екенсіздер ғой. Да, бір түрлі екен. Не болды? Алло, сәлеметсіз бе? Мен бағана кішкентай сіңіліме, 5 жасар сіңіліме скорый шақырған едім. Ұрлап кетіпті соны. Телевизорде қалай көрсетеді?
Ақтыбада екі әйел адамның мектеп оқушыларын көлікке тиеп алып кетіп жүргендігі туралы айтылады. Тіпті жазбада 6-7 баланың ұрланғандығы тілге тиек. Анама қалай айтсам? Алло, анашым, Хадишаны бағана бір доктор алып келіп шақырдым. Сол деген ұрлап кетіп